Сіздермен Мұрсав Kitchen. Баршаңызға бүгін тексерілген рецептпен ең дәмді әрі әдемі капкейктер дайындаймыз. Алдымен ыдысымызда сары май мен шекерімізді сары майымыздың түсі ағарғанша араластырамыз. Шамамен 3-5 минут. Ақырындап бір жұмыртқадан қосып, әрқайсысын 1 минуттан араластырып тұрамыз. Бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, сұйық массамызға ақырындап қосамыз. Дайын болған қою массамызды өзіңізге ыңғайлы жолмен, менде кондитерлік қалташа, кекстің ыдысына асықпай, жартылай етіп құямыз. Қызып тұрған пешімізге 140 градуста 25-30 минут пісіреміз. Пешті мүлдем ашпауға кеңес беремін, көтерілмей қалу қаупі бар. Кексіміз дайын. Суығанша кремімізді дайындайық. Алдымен сүзбелі сыр мен қант ұнтағын қосып, бір келкі тегіс масса пайда болғанша араластырып, кілегейімізді құйып, қою, тегіс, әрі миксеріміздің ізі қалардай масса дайындаймыз. Кондитерлік қалташаға салып, суыған кекстеріміздің үстіне асықпай бір келкі жағамыз. Өте маңызды. Барлық ингредиенттерді бірден бәрін араластырмаңыз, себебі арасында түйіршіктер пайда болып капкейкіңіздің көрінісін бұзуы мүмкін. Жұп-жұмсақ капкейктеріміз дайын. Заказға да осы рецептпен жасаймын. Тексерілген, қолданып жүрген рецепттерім шығып отырады. Эксперимент жасаудан қорықпаңыздар. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.